Түлкі мен ешкі ертегісі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда, бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып түлкіні көреді. Сол кезде ешкі: «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. Сол кезде түлкі: «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде тып-тынық суы бар екен», депті түлкі. Мұны естіп ешкі: «О, онда мен де салқындайын, әрі су ішейін», деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, онан мүйізіне табан тірепті де, ырғып далаға шығып жөніне кетіпті. Бұдан түсінетініміз, өтірікке алданба, басың бәлеге душар болады деген сөз осыдан қалған екен.